Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен 5-ші сынып 7-ші бөлім 3-ші 4-ші сабақтарды бастаймыз. Тапсырманы бастамас бұрын осы тарауда берілген мәтіннің ішінде осындай әртүрлі деген сөздің жазылуы бойынша қате кеткенін ескерткім келеді. Оқулықтарда да қателер болады, сондықтан мұғалімдеріңе немесе ата-аналарыңа ескертіп айтып отырыңыздар. Әртүрлі деген сөз бөлек жазылады, өйткені зат есіммен әр деген сөз тіркесіп тұр. Тапсырманы бастасақ, бірінші тапсырмада төменде берілген суреттерге қарап, олардың ішінде қайсысы жол белгілеріне жататынын айтуы керек. Екінші, үшінші, төртінші суреттегілер жол белгілеріне жатады. Өйткені сол суреттерде тас, мүсін және белгілер көрсетілген. Келесі сұрақтарға жауап бер дейді екінші тапсырма. Жауаптары төменде. Әр бетте бір-бір жауаптан берілген, мұқият қараңыздар. Үшінші тапсырмаға назар аударалық. Мәтін жазу керек және өздеріңізге таңдаған мәтел немесе мақал бойынша. Мәтіннің үлгісі төменде, мінекей. Жетінші тапсырма мәтінді оқы, мәтіннен сапалық және қатыстық сын есімдерді теріп жаз. Мен сіздерге мынандай кестеге салып теріп жаздым. Оқушылар, ата-аналар теріп жаз дегенде тек көшіріп қана жазып қоймай, оның неліктен сапалық немесе неліктен қатыстық сын есім екенін түсініп жазыңыздар. Сапалық сын есім дегеніміз тек қана түбір сын есімнен тұрады. Қатыстық сын есім дегеніміз ол құрамында басқа сөз табы арқылы сын есім, яғни туынды сын есімнің туындауы. Мысалы, бұл жерде қысқа сапалық сын есім, түбірі қысқа, өзі тура негізгі сын есім болып тұр. Түбірі қысқа, басқа сөз табының араласуы жоқ. Ал ертедегі деген сын есім, түбірі ерте, де деген жаты септігі қосылған, одан кейін г, яғни сын есім тудырушы жұрнақ. Сұрақтарыңыз болса, грамматиканы түсінбесеңіздер, жеке консультация керек болса, онда комментте жазыңыздар. Келесі 9-шы тапсырма мәтін мазмұны бойынша 5 сұрақ жаз дейді. Бұл сұрақтар төменде. Оныншы тапсырманы балалар өздеріңіз орындайсыздар. 11-ші тапсырма анықтамалық әдебиеттерден жол ережелеріне қатысты қосымша ақпарат тап, яғни мәтін құрау керек. Мәтін мазмұны төменде. Өз ойларыңызды қосып толықтырсаңыздар болады.